саламатсыздарбы құрметті менің есімім Амангелдиев Нариман Есейұлы, ағылшыншы көлік техникасының және логистикалық жүйелердің кафедрасы аға оқытушысымын. Бүгінгі сабағымыз құрылыс жол машиналарын автоматтандыру техникалық құралдары пәнінен дәріс өтеміз. Машина бірінші дәріс бұл яғни құрылыс жол машиналарының автоматтандырылу тарихы болып саналады бірінші дәріс. Яғни қайдан пайда болды, неден пайда болды, елдер қалай ойлап тапты екенін осы кезінде 17-ші, 16-ші, 18-ші ғасырларды қарастырамыз. Яғни машина туралы ақпарат алғаш рет біздің дәуіріміздің басында Александрия Геронның пневматика және механика, онда Геронның өзі және оның мұғалімі Тесли жасаған автоматтар сипатталған. Геронның идеялары өз дәуірінен едәуір озып, оның дәуірінде қолданылмады. Ол бірінші болып автоматты есіктер, автоматты қуыршақ театры, сатуға арналған автомат, өздігінен оқталатын арбалет, бу турбинасы, және де автоматты декорация, ежелгі одометр және тағы басқа ойлап тапты. Біріншісі бағдарламаланатын құрылғыларда оған оралған арқанмен түйреуіштері бар білік жасай бастады. Келесі суреттерді көрейік. Міне бірінші бу турбинасы. Ол жел құдайы Эола арқылы, яғни эолит деп атаған. Оң жағындағы суретіміз ол диоптра. Диоптра деген кейін сіздерге түсіндірейін. Мынауымыз міне одометр. Ең бірінші одометр. Оны кейін сіздерге тағы түсіндіре жатармын. Одометр не екен? Бұл жерде автоматты түрде ашылатын есікті көрсетіп тұр. Мінекей, қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Міне тағы қайталайық. Яғни, мына жақта жүк орнатылған тартқыш. Мына екі механизм арқылы жалғанған. Мына жақта ыдыс бар, яғни ол ыдысқа су толады. Су толған сайын екі механизм айналады. Айналған мына есіктерге жалғанған. Яғни ол айналған сайын есік ашылады. Ол су қалай толады? Су мына жерден көріп тұрсыздар, міне от жанады. От жанғанда бұл көтереді суды. Білесіңдер, бұл суға айналады. Келесі. Сол жағымызда қасиетті су сататын автомат дейді. Ол шіркеулерде орнатылған кезінде. Бұл жақта автоматты қуыршақтар дейді. Орысша айтқанда марионетки дейді ғой. Бұны театрда қолданылады. Театрда неліктен қолданылады? Ол адамның қасиетінсіз, адамның қатысусыз жасалған. Неге адамның қасиет көмекшісі болмау керек? Өйткені бұл театр болғандықтан, орысша айтқанда кукольный театр дейді ғой. Кукольный театрда марионеткалар қолданылады. Ол марионеткаларды қуыршақтар деп аталады. Кукольный театрда, қуыршақтар театрында адамдар сценаның артында болады. Олар көрермендерге көрінбеу керек. Сондықтан көрінбес үшін осындай автоматты түрде қуыршақтар жасалған. Қайта өрлеу дәуірінде Леонардо да Винчи механикалық есептеу машинасын ойлап тапқан.
мен басқаларын ойлап таптым. Міне алдыңызда суреттер көрсетіліп тұр. Бұл жұмыс Леонардо да Винчидің жұмысы. Бұл шөп шабудың адамның көмегінсіз шөп шабудың түрі. Мінекей екінші Леонардо да Винчидің мынау велосипед алғашқы, мынау қайық. Орта ғасырларда имитациялық андроид механикасы айтарлықтай дамыды. Өнертапқыштар қозғалатын қуыршақтарды жасап, оларды андроидтер деп, яғни номадты деп атайды. Android дегеніміз білесіздер, қазіргі заманда сіздердің қолдарыңызда ұялы телефондарыңыз бар. Samsung, Xiaomi, Huawei алатын болсақ, олар Android системасын, яғни Android жүйесін қолданады. Android жүйесі осы Леонардо да Винчидің кезінен келген. Оны Androidтер деп атаған, қуыршақтарды жасап, Androidтер деп атаған. Оны гуманоид деп атады бұл кезде. Қазіргі кезде ол Android деп атайды. Android дегеніміз былайша айтқанда өз сөзімен айтқан кезде робот деп айтуға болады. Өйткені жерде оның ішінде механизмдер бар. Оның сыртына жаңағы бетпе-бетін келтіріп, адамға ұқсатып жасағанда Android деген. Неміс философы Сколаст және алхимик Альберт фон Гольштадт есіктерді ашу және жабу үшін робот салды. Әдемі автоматтар театры 18-ші ғасырда құрылды. Эрмитажда сақталған оның театры жұмыртқа фигурасының сағаттарында орналастырылған. Мен сіздерге қазір айтып кетемін, бұл жерде бір сурет бар, көрсетейін сіздерге. Оң жағыңызда міне құпия сағат. Бұл жерде сіздер бұл сағат қолыңызға түссе, оны ашу үшін өзінің құпиясы бар екен. Түсіндіңдер ме? Сол жағыңызда көріп тұрсыздар, Кулибиннің өздігінен жүретін арбасы. Яғни тележка дейді ғой, орысша. Өздігінен жүретін тележка. Мың 1989 жылы Казнас-Сити, штат Миссури, Алмонд Строджер Запатин. Бұл жерде Алмонд Строджер бірінші алғашқы автоматикалық телефон станциясын енді запатенттеп алды. Ойлап тапқан Давыдов Алексей Павлович 1826-1904 жылы Винный және Арк саласындағы өнертапқыш теңіз қару-жарағы мен электр автоматикасын тапқан. 1867 жылы ол әлемдегі алғашқы электр автоматикалық орталықтандырылған кеме артиллериясының атыс жүйесі сыналды. Яғни испытание дейді ғой, испытание жасалған, сынақтан өткен. Оған мыналар кірген: кеменің жүрісі және маневр жасаудың әсері ескеретін гальваникалық индикатор, тік зеңбіректерді басқаруға арналған гальваникалық термометр және сигнал беру мен синхронды байланысты электромагниттік құрылғылары жасалған. Алдарыңызда суретте Генри Форд. Генри Фордты тарихта оқитын болсаңдар, Генри Фордты білесіздер, алғашқы көлік жасаған. Ең бірінші көлік ол Форд болды. Ол Англияда жасаған, англичанин болған болса. Әлемдегі алғашқы автоматты өндіріс желісі мінекей. Алдарыңызда суретте алғашқы көлік жасалған. Мынау көлік болса, екі механиктер көлікті автоматика түрде, мынау автоматика мысалы. Мынау
екі темір жолдан екі дөңгелек арқылы арт жағында тағы бір екеуі бар, мына жағында рельспен жүреді. Оны арнайы цеппен тартады. Бұл яғни автоматика түрде өте береді. Қазіргі келесі сабақта мен сіздерге көрсетемін қалай жасалатынын. Жаңа осы қазіргі заманда машина жасау зауыты бар. Мысалы Bugatti, Ferrari бәрін айтатын болсақ, ол жерде барлығы автоматика түрде жасалады. Бірақ көбінесе адамның қатысуысыз болмайды. Өйткені Bugatti'ді қозғалтқышын қолмен жасады. Өйткені ол әдемі болсын деп, мықты болсын деп, әдейі адамның көмегі керек болған. 1828 жылы Smith & Co фирмасы автомобиль рамаларын автоматтандырылған шығаратын зауыт салды. Бұл зауыт тәулігіне 10.000 жақтау шығарады. Бір жақтау әр 8 секунд үшін зауыт 20 адамға қызмет көрсетті. Алдарыңызда суретте КСРО-дағы алғашқы автоматты телефон станциясы Ростов-на-Дону 1929 жылы пайда болды. Электронды компьютерлерді енгізгеннен кейін автоматиканың дамуы қарқынды жүреді. Енді электроесептегіш машиналар тарихына тоқтала кетейік. Келесі слайдта көреміз. Алдарыңызда суретте 1623 жыл және бұны тапқан ғалым Шикар сандарды қосуды және азайтуды білетін машина жасаған. Орысша айтқанда вычислительная машинка дейді ғой. То есть, яғни бұл машинаға сіздер есепті енгізсеңіз, сіздерге ол автоматика түрде есептеп береді. Қосуын қосып, алуын алып, азайтуын азайтып, бөлуін бөледі. Бірақ төрт негізгі арифметикалық амалдарды орындай алатын алғашқы арифмометр әйгілі француз ғалымы және философы Блез Паскальдың арифмометрі болды. Мінекей алдарыңызда есептеуіш машинаның басқармасы. 1671 жылы неміс философы және математик Густав Лейбниц сонымен қатар редуктор негізінде арифмометр жасайды. Мінекей жаңағы айтып өткен алдыңғы слайдта арифмометр. Мынауымыз арифмометр. Көрдіңіздер ме? Егер тағы көрем десеңіздер, экранда паузаны басып қарап алуыңызға болады. Келесіге бара берейік. 1830 жылы компьютерлік технологиялар тарихындағы танымал адам ағылшын математигі Чарльз Баббидж болды. Мынауымыз есептегіш машинаның жүйесі. Чарльз Баббидждің тағы бір өнертабысы арнайы қағаз таспасындағы тесіктердегі матаның үлгісін өзгерте отырып, тоқу машинасының жұмысын басқарады. Бұл таспа алғашқы ақпарат тасымалдаушысы болды. 1920 жылы IBM компаниясы құрылды. Екінші дүниежүзілік соғысқа дейін дифференциалды анализаторлар пайда болды. Электрлік аналогты компьютерлер. Мінекей, біз жаңағы электрлік аналог компьютерлер осындай бірге болған. 1930 жылдан бастап компьютер сөзі сөзбе-сөз есептеуіш лауазым деп аталды. Бұл математикалық есептеулерді орындау үшін калькуляторларды қолданған жұмысшылар. Кондрат сөзі Германия. 1960 жылдан бастап электромеханикалық машинасын жасаған. Оның аты Z серия болған. Бірінші компьютер 1941 жылы Z3 деп аталған. Мінекей алдарыңызда есептеуіш машина бар.
қазіргі кезде мысалы жайын орындап алатын болса, кішкентай қарапайым қалтада және кең-кеңге киятындай болатын болса, есептеуіш машина. Ал сол кездегі көне 1940 жылдарда осындай есептеуіш машиналар ойлап тапқан. Англияда 1940 жылы Colors компьютерін құрудың басталуы, мысалы, мынау ең басты мезеті болған. Келесі, ақш әскери теңіз күштерінің қолбасшылығы IBM фирмасының қаржылық және техникалық қолдауымен Марк 1 EVI құрды. EVI дегеніміз электровычислительный идентификатор деп атайды. Ұзындығы 17 метр және биіктігі 2,5 метр. Жалпы ұзындығы шамамен 800 километр болатын сымдармен жалғанған. Ойлаңыздар, қаншалықты ол? 750 мыңға жуық бөлшек. Мінекей алдарыңызда. Мынау электрлік есептегіш машинасы болып табылады. Көрдіңіздер ме? Қандай бөлмеде орнатылған? Бұндай бөлмеде баскетбол ойнауға болады. Және концерт жасау. Ойлаңыздар. 1946 жылы ENIAC құрамында ENIAC деген фирмамыз есептегіш машиналар құрамында 18 мың шам бар. 18 мың шам, ойлаңыздар. Бар салмағы 30 тонна, шамамен 2 шаршы метр аумақты алады. Үлкен қуатты тұтанған. Жаңағы алдын қойып мұны айтып келген 18 мың шам. Оның сол бағында алады. 18 мың шам. Ойлаңыздар. Бұл есептегіш машина. Оған қаншама қуат кетеді. Ойлаңыздар. Қандай шарада жасалған. Мінекей, алдарыңызда тағы бір егіннің түрі. Содан бері біз компьютердің 5-ші буынын микропроцессорды қолданамыз. Яғни айта кететін болса, қорытындылай кететін болса, көне заманнан келе жатқан компьютерлер мүлде тоқтамаған. Одан кейін келетін болса, 2003 жылы әлемде интернет пайда болды. Интернет арқылы қазір барлығын біле аласыз. Сондықтан компьютеріміз көне заманнан бері дамып келе жатыр. Яғни ол тоқталмайды. Ары қарай мүмкін көзімізге де компьютер салады. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыз.